Бәрекелді, біз ең үздік әннен 10 сабағын, бейне сабағымызды бастаймыз. Бұл сабағымызды бастамас бұрын сіздерге музыка теориясынан бір-екі терминдерді сіздерге түсінік бере кеткенді жөн санадым. Себебі біздің бұл әнді сүйемелдеу, гитарамен сүйемелдеу барысында үйренетін негізгі гитарадағы негізгі аккордтардан тұрады. Аккордтар сөз болады, сондықтан да аккордтар туралы кішкене қысқаша түсінік бере кетейін. Аккорд жалпы музыка теориясында екі үлкен жүйеге бөлінеді. Біреу мажор, біреу минор. Мажорға келетін әндер бөлек, мажорлық аккордпен бастап айтатын ән бөлек болады да, минор аккордпенен бастап айтатын әндер бөлек болады. Мажорның айырмашылығы сіздерге түсіндіре кетсем, мажорлық әндер салтанатты, шалқыған, жаңа көңілді, кең айтылатын әндерді мажор қалыптармен айтылады, ал минорный аккордтарға келетін әндер лирикаға жақын, сосын мұңлы, адам жанын тербейтін сондай бір мелодиялармен айтылатын әндер минорлық аккордтармен тартылады. Ал енді бізде қазір бірінші әнімізді бастайық. Бірінші әніміз «Сені ойлай-ойлай» деп аталады. Бұл менің өзім авторлық әнім. Естіп жүрген боларсыздар, Қайрат Нұртас бауырымыздың орындауында. Ендеше бұл әнді куплет қайырмасын айтпас бұрын сіздерге гитарадағы негізгі аккордын таныстыра кетейін. EM аккордымен бастап айтылады. Бұл минорный аккорд негізінде. Бұл жерде сіздерге үйрететінім бірінші гитарамен әнді теріп тарту дейміз ғой. Осындай теріп тарту әдісі бар. Сосын екіншісі жаңағы ритммен ойнау. Былайша айтқанда қағыспен, екі түрлі әдіспен үйренесіздер. Ендеше гитараның басында мен бір үступление, проигрыштар ойнаймын. Негізінде ол енді видео сабақта оны түсіндіру кішкене қиындау болады. Бірағында сіздердің негізгі үйренетіндеріңіз аккордтар. Әнді аккордтарға салып гитарамен орындау. Бас жағындағы үступление, проигрыш сіздерді шабыттандыру үшін, гитараның деңгейін көтеру үшін ойналады. Кеттік ендеше. Алыстап кетіп жанымнан, көзімнен моншақ ағады. Еседі бұл күн бағымнан, сағынышымның самалы. Тербетіп әннің бесігін, әлдилеп сені отырмын. Көңілден кетпес есімің, кеудемді мұңға толдырған. Сені ойлай, 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 қиял теңізіне баттым. Суретіңе қарап қоймай, жүрегімдің сөз жұбаттым. Сені ойлай, 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 қиял теңізіне баттым. Суретіңе қарап қоймай, жүрегімдің сөз жұбаттым. Бұл теріп тарту, әнді теріп тартып айту. Енді сіздерге тура осындай куплет қайырмамен, қағыспен айтып көрсетемін. Алыстап кетіп жанымнан, көзімнен моншақ ағады. Еседі бұл күн бағымнан, сағынышымның самалы. Тербетіп әннің бесігін, әлдилеп сені отырмын. Көңілден кетпес есімің, кеудемді мұңға толтырған. Сені ойлай,
суретіңе қарап қоймай, жүрегімнің сөз жұбаттым. Сені ойлай, 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 қиял теңізіне баттым. Суретіңе қарап қоймай, жүрегімнің сөз жұбаттым. Бәрекелді. Енді біз жалпы әннің толық ойналу барысындағы аккордтармен танысып шығайық. Бірінші AM аккорды. Бұда ортан саусағымыз 5-ші ішектің 2-ші пернесі, 4-ші ішектің 2-ші пернесін аты жоқ саусағымызбен бастады. Бұл AM аккорды. Алыстап кетіп жаныңнан, 2 рет тұрамыз. Көзімнен моншағады. Джиға шығамыз. Джи аккорды. Негізінен саусақтарымыздың әрбір шектегі басылуын көрсетіп жатпасам да, схема арқылы видео сабақта көрсетілетін болады. Сол арқылы оны түсініп аласыздар. Көзімнен моншағады, еседі бұл күн бағымнан. Еседі бұл күн бағымнан да С аккорды. Қайтадан AM бағымнан. Сағынышымның самалы деген кезде, сағынышымның самалы бұл Б сем деп аталады. Б аккорды, Б мажор аккордының сем. 7. Бұны музыка теориясына жетеді. Б аккорд деп ала берсеңіздер болады. Бұда саусақ нелерін көрсеткен кішкене қиындау аккорд болған үшін. 5-ші ішектің 2-ші латын ортан саусағымыз басады. 4-ші ішектің 1-ші латын саусағымыз басады. Сосын 3-ші ішекті аты жоқ саусағымызбен 2-ші пернесін басамыз. Сосын 2-ші струна бос болады. 1-ші ішектің 2-ші пернесін кішкентай саусағымыз басады. Бұл Б7 аккорды. Сағынышымның самалы деген кезде. 2-ші куплеті тоже осымен ұқсас айтылады ғой. Тербетіп әннің бесігін, әлдилеп сені отырмын. Көңілден кетпес есімін, кеудемді мұңға толтырдым. Енді қайырмаға кетеміз. Енді қайырмаға кетпес бұрын бір нәрсені түсіндіріп кетейін. Оң қолдың теру, шектерді теру қағидасы. Бұл 8-дік теру дейміз. 8-дік теру дегеніміз 8 рет, шектер 8 рет теріледі деген сөз. Бірінші EM аккордында 6-шы шектен бастап тереміз. Яғни, бас бармақпен төмен қарай. 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2. Яғни осының кішкене ритмін тездеген кезде бұлай тартылады. Теріп тарту куплеттен қайырмаға дейін барлық әнде осылай гитарамен 8-дік терумен жүреді. Енді жаңағыдай жағдайларда тағы да айта кететін жағдай, бірінші аккордтарды осылай ұстап жаттығулар жасаймыз. Аккордтан аккордқа ауысу жаттығуын жасауымыз керек. Мысалы, EM-нен AM-ге, сосын D-ға қарай. Ауысқан кезде бірінші жеңілдірек болу үшін, оңай ауысу үшін не істеуіміз керек? Бірінші сол аккордтың бас әрбін бірінші дыбысын, бас дыбысын, бірінші болып бас бармақпен тарту керек. Мысалы, EM-нен AM-ге қарай ауысам. AM-ге қарай ауысқан кезде AM-нің бірінші дыбысы 5-ші шектің, яғни ля дыбысы болғаннан соң бірінші бас бармағымыз 5-ші шек. Оған дейін мына жақ саусақтарымыз мынаған ауысып болады деген сөз. D-ға қарай ауысқан кезде D аккордының бірінші дыбысы 4-ші струнада. Ре дыбысы. Сосын G-ға қарай ауысқан кезде бірінші болып ортан саусағымыз 6-ші шектің 3-ші пернесін басады. Сосын С аккордына ауысқан кезде
аты жоқ саусағымыз 3-ші пернесін басу керек, 5-ші ішектің 3-ші пернесін. Бірінші болып осы бас дыбысын басып, бас дыбысын мына жақтан қалай шертеміз, мына жақ саусағымыз сол дыбысты басу керек. Басем, ием. Енді қағыспен шерткен қағидасын түсіндіремін. Бұл жерде иемнің, бұл ұстап отырғанымыз гитараның бас жағындағы ием аккордын, гитараның яғни төмен жағындағы, жоғары дыбысқы жағындағы 7-ші латтан да ұстауға болады. Бұл да ием аккорды. Яғни бұны бари аккордтар. Яғни саусағымыз 6 шекті бірдей басу керек, ары қарай саусақтарымыз 3-ші шек, 3-ші шек, 2-ші шек, 3-ші, 4-ші шектерді басу керек. Схемадан көрсетіледі. Ал енді оң жақ саусағымыз қағыстары, қағыспен айтқан кезде қалай айтамыз деген кезде ақырындатып көрсетем. Бас бармағымыз төмен қарай бір рет қағады. Сосын саусағымыз жоғары қарай. Саусағымыз қайтадан жоғары, төмен. Сосын дыбысты бір рет өшіреміз. Дыбыс өшіру саусағымызбен 2, 3, 4-ші шектерді шерте, сосын бас бармағымыздың мына жаныменен дыбысты өшіреміз. Яғни бас бармақпен саусақпен басында 4 рет ойналады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ары қарай аем аккордтарын гитараның жоғары дыбыс жағынан қалай, бари аккордтарын қалай ұстаймыз дегенде, алыстап кетіп жаныңнан көзімнен мұршақ, бұл кәдімгі G аккорды. Оғады, бұл кәдімгі аем. Еседі бұл күн, бұл С аккорды. С аккордының бари толық саусақпен ұсталу қағидасы. Еседі бұл күн бағымнан, иемге қайтып келдік. Сағынышымның самалы тербетіп әннің бесігі, әлдилеп сені отырмын, көңілден кетпес есімі, кеудемді мұңға толтырған. Сені ойлай аем аккорд, қиял теңізіне баттым. Ием аккордына қайтып келдік. Суретіңе қарап тоймай. Бұл кәдімгі Б7 аккорды. Б7 кәдімгі Б мажор аккорды. Тоймай жүрегімдің сөз жұбаттым. Мына жерде бір көңілі бөлетін нәрселеріңіз бар. Минорный аккордтан мажорный аккордқа ауысамыз. Жұбаттым деген кездегі переходта минорный аккордтан мажорға ауысамыз. Бұл жердегі тек қана 2-3 дыбыс қана. Мына екеуі басылып тұр негізінде. Осы дыбыс осыған ғана өзгереді. Жұбаттым сені ойлай аем, қиял те сені ойлай қайырманың екіншісінде, қайырма бір рет айтылады, одан кейін екіншісінде аккордтар басқаша тағы да қолданылады, гармониялық жүйеден. Сені ойлай. Бұл Д аккорды, Д мажор, Ре мажор. Қиял теңізіне бақтым С, суретіңе қарап аем, тоймай жүрегімдің сөз жұбаттым.